Достаточно редкая ситуация, когда такие возрастные дебютанты появляются в клетке уже на старте прилимов. Измуханову 33 года, Колобаеву 28 лет. И они впервые пробуют свои силы в ММА-октагоне. Бүгін кештің алғашқы жекпе-жегі Шыңғыс Измуханов, Азамат Колобаев. Жергілікті жауынгердің қолдауы өте жақсы екендігі түсінікті, және осы бірінші мен қожайын дегендей Азамат Колобаев өзінің алғашқы соққысын жасады. Измуханов артқа шегіне жүріп қазір Азаматқа біраз қимылдауға мүмкіндік бере бастағандай, алғашқы жойқын соққы жасау әрекеттерінің бірі. Колобаев 8 бұрыштың орталығын иемдену арқылы өзінің бұл жанкүйерлердің алдында мотивациясының аса жоғары екендігін көрсетуде. Измуханов әзірге қашықтықты қысқарта қоюға батыл байлам жасап жатқан жоқ. Көбінесе өзінің қолының ұзындығына сенетін сияқты. Тағы да аяқпен соққы. Колобаев көбінесе қолмен бағытталған соққыларға иек артуда. Бұл енді 84,5-лік, енді аралық салмақ 85 келіге дейінгі салмақ дәрежесі, бірақ қимыл қозғалыстары жеңіл екі жауынгердің де. Колобаев тағы да бір лоу-кик жасап көрді. Но официально бой проходит в средней весовой категории. Правый прямой доносит Измуханов. Чуть было не потерял почву под ногами, но очень быстро оклемался. Все свое время он посвящает именно тренировкам. Исключительно, нигде не работает в этот момент. Сближается и опять. Шыңғыс Измухановтың да самбодан бірінші дүркін Қазақстан чемпионы екендігін айттық. Демек, екі жауынгерде сен тұр, мен атайын деп тұрғандай. Дәрежесі жағынан да басқа да біліктілігі бойынша бір-біріне терезесі тең қарсыластар. Және Дидар байқасын, мынау дебютанттар дейміз ғой, көбінесе 8 бұрышқа шыққан кезде алғашқы қадамдары сенімсіздеу болады, өз-өзін жоғалтып алып жатады. Ал екі жауынгер бірден шықты, өте сенімді, батыл шабуылдар жасай бастады. Бұл деген жігіттердің физикалықтан бөлек моральдық әрі психологиялық дайындықтар өте жақсы. Нет, их просто-напросто нельзя сравнивать с молодыми юными парнями. Размер жесткий. На близкой дистанции вырывается. И посмотрите, Измуханов буквально валит из него эмоции, налетает на соперника и теперь уже пытается раздергивать. Могут финтят парни. Чек-хук от Колобаева. Азаматтың тіке соққылары осы. Джек соққылары жақсы даруда қарсыласына. Мощный лоу-кики, на который заряжается Измуханов. Доставляет проблему оверхенд. Әдемі құлаштай ұрған сәті. Шыңғыс Измухановтың қандай соққы алмасу қазір. Найза жетпіс осында И первый перевод есть. Сіздерді таң қалдыруда. Азамат Колобаев осындай тік тұрып төбелесу сәтінде қарсыластың жақсы қауіп екендігін білді, және қазір шынтақпен үстемелей соққы жасауға кіріскен сәті. Измуханов тұрып кету керектігін жақсы түсінеді. Және де осы енді Измухановтың жалпы мансабында джиу-джитсу спортымен таныс екендігі көрсетілген, яғни қазір енді көреміз қаншалықты партерде бұл Азамат белсенді. Әзірге Измуханов қарсыласының қолын байлауға әрекет етуде, ал Азамат қарсыласын қапталдан бақылауға алу арқылы бағанағы үстеме соққыларын әрі қарай жалғастыруға ниетті. Міне, Азамат Колобаевтың танауынан қан кеткен екен, яғни бұл ненің көрінісі? Бағанағы Шыңғыс Измуханов жасаған құлаштай ұрған соққының нәтижесі болса керек. Міне, Азаматтың жауабы дайын. Оң қолмен төндіре төбеден екі соққыны тастады. Да, пытается из бокового контроля работать Колобаев. Измуханов блокирует руку, не дает возможность пересесть в маунт своему сопернику. Колобаев пытается отдышаться. И даже успевает побеседовать с арбитром в этот момент. Локтем по корпусу. Метит и в голову. Өте жақсы
Азамат Қалабаев қазір раундтың біз көзді ашып жұмғанша уақыттың қалай сырғып кеткендігінде аңғармадық. Айқастың динамикасы өте жақсы, қарқына. Міне, бұл раунд енді Азаматтың басымдығымен аяқталуға жақын. Өйткені жергілікті жауынгердің еншісінде өздеріңіз көргендей тейкдаун бар және де партердегі бақылау. Ал соққы алмасу сәтінде екі жауынгер бір-бірімен өте жақсы передесі тең айқас көрсете алды. Қазір бейне қайталау сәтіне бір көз салсақ. Осы бір сәт Азаматтың соққысы және мінекей Измухановтың әдемі қарымта берген жауабы. Осы тұста Шыңғыс Измуханов осы бір құлаштай ұрған соққысымен Азаматты айқасты партерге ауыстыруға мәжбүр етті. Міне, танаудан қан кеткен сәт. Міне, бұл енді бағанағы бағытталған соққылардың жиынтығы барлығы. Шамамен Қалабаевтың басымдығын көріп тұрсыздар. 2 минутқа жуық уақыт қарсыласын партерде бақылауда ұстаған. Арғақ жанкерлер әрмен қарай жалғастыруға даярмыз және де қазір екінші раунд басталды. Почти двукратное преимущество по всем показателям у Халабаева. Именно он поджимал, именно он оказывал давление на соперника, забрал центр клетки с самого старта первой 5-минутки. Во втором раунде Измуханов выглядит поувереннее. Занимает место в центре и пока ни одного удара. В принципе, так и первый раунд начинался. Бұл азаматтардың қимыл қозғалысы бізді басында бір таң қалдыра қоймаса да, алғашқы секундтардан бастап жігіттер қазір бірден түрленіп сала берді. Енді Измуханов осындай өткізіп алғанына өзде өкінетін шығар деп ойлаймын, Шыңғыс. Ну что, база вольной борьбы, конечно, оставляет свой отпечаток. Мастер спорта очень легко совершает тейкдаун, переводит соперника. Не закрывает гард, но и не удается там просунуть, как-то вставить колено Измуханову. Работает он с позиции снизу, исключительно блокирует своего соперника. Қалабаев активен. Қалабаев осы тұста өте тапқыр шешім жасады. Қолмен соққы бағыттайтындай ыңғай танытып барып, қарсыластың аяғына еш қиындықсыз өте шыққан сәт еді. Міне, соның жемісін қазір көруде. Қарсыласты өз бақылауынан шығармау арқылы жауапсыз соққыларды әртүрлі траекториямен жаудырып жатыр, және де түрлі әдістермен. Шынтақпен де, қолмен де бұл соққылар ертең Измухановтың жалпы денсаулығы үшін де, өзі үшін де соққылардың жиынтығы тиісті нәтижесін береді. Ну, в той же манере продолжает работать Халабаев. Он блокирует ногу, переходит опять в сайд-контрол, оттуда работает корпусом по корпусу локтем. Давит на шею, не дает возможности продохнуть даже Измуханову. Ну а у Чингиза не получается встать. Шыңғыстың тіпті тұруға деген бір аса сенімді талпынысында аңғара алмадық. Өйткені көбінесе қорғанысқа көңіл бөліп жатқандай, ауыр соққы өткізіп алмайын деп. Әсіресе Азамат Қалабаевтың аяғына қарай ұмтылыс жасайды. Яғни соққы жасауға бір еркін қимылдай алмасыншы деген ниеті болса керек. Дегенмен Азамат өзінің айқасқа құрып шыққан және де өзі үшін басымдық беретін стратегияны өте жақсы пайдалануда. Әсіресе қазіргі сәтте еш қиындықсыз 2 минуттан астам уақыт бар бізде раундтың бітуіне. Но он набирает очки, постоянно работает все это время, тем более преимущество за ним. Он опять не отпускает Измуханова. Чингиз вот наконец-таки вставил колено, но это скорее исключительно оборонительную функцию несет. И что это может значить-то? Что 3-й раунд — это только шанс для того, чтобы вырубить соперника. Енді Шыңғыс Измуханов үшін
бұл айқаста жеңіске бастар жалғыз жол, ол айқасты уақытынан бұрын аяқтауға мүмкіндік жасау. Бұл одан басқа әдіс, одан басқа бір айла амалды көріп тұрған жоқпыз. Ал Азамат Қалабаев сенімді түрде бұл айқастың баста кейіпкеріне айналуда. Қазір бір қысым бар Қалабаевтың тарапынан, соққы да бар, барлығы өте жақсы, бірақ шешуші бір сәт жетпей жатқан сыңайлы. Айқасты ақырына дейін түйіндеп тастайтындай. Енді міне жергілікті жанкүйерлердің қолдауынан қанат алған Қалабаев қаншалықты айқасты уақытынан бұрын аяқтауға тырысып көреді. Там угловые кричат постоянно, досрочь его. У тебя есть шанс для этого. Да, вот и по корпусу локтем. Қалабаев продолжает работать по изначально выбранному геймплану. Там как раз-таки и был заключен этот самый перевод. Проходит под руку, отсюда можно поработать локтем. Да, так и получается. Корпус открыт, причем очень грамотно, попеременно. Қалабаев постреливает, и Измуханов исключительно выживает. Уже 4,5 минуты. А Қалабаев не дает возможности даже перевести их в стойку. Буквально прессует уже своего соперника в мощные локти. Ну, я напомню, что титульный партнер Лиги Найза — это букмекерская компания Лимбет. Мы также выражаем благодарность Спорт Плюс Казахстан, потому что все турниры Найза вы можете эксклюзивно посмотреть на телеканале Спорт Плюс, а также на YouTube канале Спорт Плюс. Санаулы ғана секундтар қалды, бірақ Азамат Қалабаев асыратын емес. Өзінің ойлап шыққан бір білері бар сияқты. Өйткені қаншама мүмкіндігі болса да, айқасты уақытынан бұрын аяқтауға Азамат Қалабаев асыққан жоқ. Яғни бұл терең ойлап, тереңнен шешім қабылдай білетін жауынгердің сипаты. Шындақпен қаншама ауыр соққыларды өткізді. Шындақпен жасалған. Дегенмен Шыңғыс Измуханов өте төзімді, тегеуінді жауынгер екендігін аңғартуда. 72-2 по ударам во втором раунде. Ну и по акцентированным ударам вы сами видите огромный разрыв. 51 раз больше нанес акцентированных ударов Қалабаев. И тут можно, в принципе, давать 10-8. Это будет вполне ожидаемо. Что есть? И самое главное, какие идеи в голове у Чингиза Измуханова для того, чтобы выбраться из этой ситуации. Только досрочная победа может ему помочь. Пока очень легко Қалабаеву удается перевести своего оппонента за счет физической мощи. И там уже в партере у Измуханова ничего не получается. Пытается восстановить дыхание Измуханов после 2 сложных 5 минутах. Үшінші раунд басталды. Енді Шыңғыс Измуханов бұған дейінгі раундтарда кеткен есесін қалай қайтарудың жолын қарастырады. Азамат Қалабаев өзіне сенімді. Алғашқы Шыңғыстың соққысы аяқпен жасаған. Бұған дейін Азаматтың джеб соққылар жақсы жемісті болған еді. Бұл жанда Измуханов қашықтықты қысқартып барып, 2 соққыдан тұратын комбинацияларды бірнеше мәрте жақсы жүзеге асырған еді. Но нужно инициировать самому Измуханову сейчас разборку в стойке. Понятно, что у Қалабаева всегда есть не просто план «Б», но тот самый основной путь. И, конечно, попытка перевода. Дальше застревает у сетки Измуханов. А вот посмотрим, что покажет он сейчас. Есть контроль ног, да, и сваливает своего оппонента Қалабаев. Бұл тұста Азаматтың екінші ұмтылысы жақсы нәтижесін берді. Және де Азаматтың секундантары айқасты уақытынан бұрын аяқтауға мүмкіндігін бар деп бағанан бері жан ұшыра айқайлап жатыр. Енді
бұл тұста бәлкім екі жауынгердің бір-біріне деген сыйластығы ма екен. Бәлкім аса бір нокаут емес, нокаут жасау маңызды емес. Ең бастысы айқасты жақсы бір деңгейде аяқтау деген. Ну нет, для дебютантов, я не согласен абсолютно, нужно стремиться к досрочке, нужно стремиться к тому, чтобы завершить эффектный поединок. И да, Халабаев не делает для этого максимум. Понятно, понятно. Для собственной уверенности, безусловно, самая главная победа. А вот если ты хочешь построить какую-то карьеру смешных единоборств, то тут выбора нет. Опять внизу Измуханов. Бақылау Азаматтың жанында жәлеміне тағы да қауіп соққылардың бірнеше сериясын бағыттап көрді Азамат. Измухановқа тұрып кетуге талпыныс жасайды, бірақ Азаматтың қолы үнемі алқымында, үнемі кеңірдек тұсынан басу арқылы Қалабаев қарсыласын өте қолайсыз жағдайда ұстап тұр қазір. Тағы да қорғанысқа бақтау жаққа. Мощные удары камер писты от Халабаева. Осы құлап кеткен болады, неге қорғанды жалғастыратын болса. Және аяқталды. Азамат Қалабаевқа күткені осы бір сәт болса керек. Азамат Халабаев, первая победа для него в профессиональной карьере, первая досрочная. Нельзя, наверное, сказать, что она столь была эффектной, но при этом очень эффективный план, который учитывает сильные стороны Азамата Халабаева. А это борьба. Вот такой вот средний вес Истампор Pro Team появляется в рядах Найза. Ну, все и так, в принципе, шло к единогласному решению судей, но Халабаев решил все не затягивать, а Измуханов был обессилен. Winner by TKO, fighter of the